Қайырлы күн, киносүйер қауым. Біз бүгін Бахар телесериалының кезекті бөліміне келіп жеттік. Бахар 21-ші бөлімі. Невра ханым отаға кірмекші болады, барлығынан кешірім сұрайды. Оның ішінде осы Бахардың анасы Гүлшеше ханым да бар. Ол Гүлшеше ханым кешірдім дейді. Және Невра ханым қайта қоймайды. Бахарға сен отадан кейін үйге кел, маған көмектес, сенің тамағыңды сағындым деген секілді. Ал Бахар болса үйлеріне көмекші қылып Фидан ханымды алады. Ал Фидан ханым деген алдындағы ауылда тұрған әйел, томпақтау келген. Сол әйелді көмекші қылып осы Невра ханымға жібереді. Одан кейін Лейла үйге шықпақшы болады. Ағасы полицейлер ағасын тұтқындап алып кетіпті. Лейла Бахарға рахмет айтып, оны больницадан шығарады. Одан кейін осы Невра ханымға Эврен дәрігер операция жасайды, ал Тимур болса қасында қарап тұрады. Одан кейін Айхан ханым келеді Тимурға. Айхан ханым дегеніміз, Айхан ханым Бахардың адвокаты. Тимурға келіп, типа қорқытады. Ертерек сен де адвокат жалда, әйтпесе қолыңда бірде-бір тыйым болмайды. Сен неге әйелдерге осындай нәрсе көрсетесің, ойыншық болғаныма деген секілді біраз нәрсе айтады. Одан кейін осы жұмыс орнында, яғни больницада кіре берісінде осы Эврен мен Бахар екеуі аяқ астынан кездесіп сөйлесіп қалады. Эврен айтады, мен саған бір әдемі үй тауып қойдым, сонда барып балалармен көр деп айтып жатқан кезде Тимур аяқ астынан сен не үшін менің әйеліме үй таңдап беріп жатсың, мүмкін екеуің бірге тұрайын деп жатырсыңдар ма деп айғайлай бастайды. Сол кезде Эврен мен Тимур екеуі төбелесіп, сол жерде жанжал басталып кетеді. Бір-бірін ұрады. Эвреннің маңдайы қанап қалады. Одан кейін Бахардан Эврен кешірім сұрайды және өзінің сезімін білдіреді. Мен сені жақсы көремін дей берген кезде Бахар қатты жылап жіберіп, ештеңе айтпашы, мен ондай нәрсені естігім келмейді, мен сүюден қорқамын деп біраз нәрсе айтады. Ал Эврен болса біртүрлі болып қалады. Ал Бахар енді екеуміз кездеспейік және біразға дейін жолықпайық дейді. Одан кейін Бахар мен Тимур екеуі де сөйлеседі, ұрысып қалады екеуі. Сен ешқашан мені жақсы көрген жоқсың және мені ешқашан түсінген емессің деп Тимурға да біраз нәрсеге дейін айтып тастайды. Одан кейін Чағлаға рентген сообщение жібереді, ДНК-ның талдамасы, яғни Парланың Тимурдың қызы екеніне дәлел ретінде ДНК жібереді. Және осыны енді сен Бахарға көрсет деп айтып жазып жібереді. Ал Чағла болса бірден Бахарға звондап, сен қайдасың, мен сол жерге барамын, срочно деп айтады. Сол сәтте Бахар больницаның алдында күтіп тұрады. Чағла келіп отырып, не болып қалды, менің жүрегім алай-дүлей бір дәмкені сезіп тұрғандаймын дейді. Ал Чағла болса барлық білгенін және Тимурдың қызы Парла екенін айтады. Және сол кезде Бахар таңғалады. Сен не деп тұрсың, Чағла, Парла деген Омаймен жасты емес па, ол өзінің күйеуі бар, Жан деген, сен не деп тұрсың деп таңғала бастайды және сеніңкіремейді. Бірақ сонда да Чағла ДНК-ны көрсетеді. Ол ашуға мініп, жылап, жынданып жылай бастайды. Дәл сол кезде Серен де келеді. Де айтады Бахар мен Чағлаға қарап, Бахар, мен саған бір дәмке айтуым керек еді, бірақ дәл осы сәт нақты ма, осы сәтте айтайын ба, айтпайын ба, білмей тұрмын дейді. Бахар айтады, айт, не болса да айтып таста дейді. Сол кезде Серен айтады, видеозаписті көрсетеді. Өрт болған күні, сол күні болған, мен оны көрдім, барынша жасырғым келген, бірақ шыдамадым. Өйткені менің әкем де анама осындай опасыздық жасаған. Мүмкін екеуінің ажырасып, мен алдындары айтпай жүрген едім дейді. Бірақ сендердің ажырасайын деп жатқандарыңды естіп, осыны саған бермекші болдым және саған көмегі тиер дейді. Сол кезде осы Чағла мен Бахар екеуі жаңағы видеоны көріп, Бахар қатты жылап, айғайлап, тағы кім не айтады, кім не айтады деп айғайлап жынданады. Сол кезде Серен, мүмкін менің машинама мініп бір жаққа барармыз дейді. Сол кезде Чағла артына отырады, Бахар алдына, және Серен машинаны айдап кетеді. Сол сәтте үшеуі бірге тым-тырыс келе жатады, ойланып. Серен айтады, мен музыка қосайын ба дейді. Сол кезде Бахар айтады, жоқ, қоспа деп жауап береді. Одан кейін Бахар айтады Серенге, Серен, сен анаң мен әкең не болды, сен оны қай кезде білдің дейді. Ал Серен болса барлығын баяндайды. Мен ол кезде жасөспірім, Омайдың жасындай қыз едім. Сол кезде анам мен әкем ажыраспақшы болып жүрді. Бірақ мен оған жынданып, анама айттым, егер де ажырасатын болса, мен әкемді таңдап, әкеммен бірге кетемін дейді, деп айттым дейді. Бірақ анам сол үшін ажыраспады және көнікті. Бірақ ол үнемі бақытсыз болып мұңайып жүрді. Мен де оны сездім дейді. Одан кейін мен оқуға түстім, шетелдерді араладым, қызық қудым,
қызықтың бәрін көрдім, мен де сүйдім, ғашық болдым дейді. Одан кейін ақыры анам мен әкем ажырасты дейді. Анама сол кезде мен сыйлық бердім дейді, көйлектер, моншақтар деген секілді барлығын бердім дейді. Анам содан кейін бақытты дейді. Сол кезде Серен айтады, менің бір түсінгенім, мен анама тек қана ана ретінде ғана қараппын. Ол да мен секілді әйел, мен секілді қыз. Мен оны ешқашан түсінбеппін. Дәл қазір мен оны түсінемін. Мен оны ана емес, әйел ретінде түсінуім керек еді дейді. Қазір басқа бір жігітті жақсы көре, басқа бір еркекті жақсы көреді ау. Қазір өте бақытты, бала сияқты қуанып, ойнап, күліп жүр дейді. Мен оған қарап өзім де бақытты боламын дейді. Сол кезде Бахар да қуанып кетіп айғайлай жөнеледі. Ал Серен болса машинаның несін одан сайын қаттыға жүгіреді, қаттыға басады, газын дей ма, газын қаттыға басады. Ал Серен, Бахар айтады Серенге, мен ешқашан бұлай бақытты болған емеспін дейді. Төбедегі терезені ашып айғайлай жөнеледі шала екеуі, және сол кезде аяқ астынан жаңбыр құйып кетеді. Сонда да айғайлап күшті болып кетеді. Одан кейін Небра ханым больницадан шығады, әрі-бері Бахарды үйге алып кеткісі келеді, бірақ ол бармайды, және балаларды да алып кеткісі келеді. Олар да бармайды, менің біреуі жұмысым бар, және менің көрмем бар деп екеуі де кетіп қалады. Одан кейін Бахар Парла туралы балаларға айтады. Сол кезде әжелерін больницадан шығарған кезде екеуін тоқтатып алып, скамейкада отырып айтады, яғни сендерге бір нәрсе айтайын, бұл нәрсені мен айтқым келмеген, және мен сендерді ешқашан мұңайтқым келмейді. Бұл нәрсені енді мен сендерден ешқашан жасырмауым керек дейді. Парлада сендер сияқты Тимурдың әкелерінің баласы қызы, сендер сияқты ол да бейкүнә дейді. Сол кезде Парла мен Омай мен Әзиз Урас таң қалады. Омай айтады, не үшін Парла бейкүнә, ол бейкүнә емес, ол барлығын біліп әдейі істеп жүр дейді. Содан кейін Бахар енді оларды тынышталдыруға тырысады, тынышталған сияқты болады. Одан кейін сауық кеші өтпекші болады. Соған бәрін шақырады. Небра ханым больницадан шыққанына орай больницадағылардың барлығын және Чағланы, Бахарды, осылардың барлығын үйіне қонаққа шақырады. Одан кейін Омай мен Әзиз Ораз көрмеде жүреді. Көрмеге енді ол жерде суретшілердің барлық фотолары қойылады. Омайдың да фотолары бар, және Парланың да фотолары бар барлығы. Ал суретке түсіретін жігіт барлығын түсіріп жүреді. Сол кезде ал больницаға келсек, Дара деген бір жас ұзын сары бойжеткен бар, ол дәрігер болатын. Ол Евреннің қасынан үнемі шықпайтын. Осы Евренге тамақ әкеледі, тамақ, тәттілер барлығын әкеледі. Және кім айтады? Еврен айтады, сен не үшін менің құрсауымнан қалмайсың, не үшін маған келе бересің дейді. Сол кезде Дара айтады, сен мені шынымен де танымадың ба? Мен сені қайта-қайта көзіңе қарай бердім, сен мені қалай танымадың дейді. Қалай танымадың, Али деп оған сұрақ қояды, есіне салады. Ал Али, Еврен болса таң қалып қалады. Тимурдың үйіне барлығы бара жатыр, және Бахар мен Тимурдың отасқандарына 25 жыл. Соған орай да үлкен торт жасатыпты Небран ханым. Одан кейін көрмені айтайын, Омай мен Парла екеуі төбелесіп, сол жерде Омай суреттерін ілгеннен кейін Парла да келеді, бүкіл суреттерін алып, бір-біріне қатты қадалып қалады. Парла әжетханаға барғаннан кейін және қайтадан шығып келе жатқан кезде алдынан Омай шығып, Омайға екеуі шамалы сөзге келісіп қалады. Ал сол кезде жаңағы Парланың қылқаламы жерге түсіп кетеді. Қылқаламды көріп, саған мынаны кім берді дейді. Ал Парла болса, маған әкем берді дейді. Және Парла айтады, әдейі ащы тілмен кімге? Омайға, сенің әкең менің де әкем, әкелеріміз бізді екі қызын да неғылмақшы, не дейтін еді, бөліп жармайтын болыпты дейді. Сол кезде Омай жынданып оны итеріп жібереді, ұрмақшы болады. Сол кезде ол итерген кезде қатты денемен түсіп, оның саусақтары ма примерно сынып кете ма, сондай бірдеңе болады. Одан кейін барлығы неге больницаға алып кетеді. Ал Тимурдың үйіне келеміз. Тимурдың үйінде Небра ханым сөз сөйлейді. Келгендеріңіздің барлығына көп рахмет. Мен енді отадан шықтым. Ал менің жауларым, жақсы хабар жауларыма, мен қайтадан өмірге келдім деген секілді бір-екі сөздер айтады. Одан кейін тағы да менің қасымнан табылған келінім Бахар мен Тимурға көп рахмет. Және сендерге тағы да бір жақсы жаңалығым бар. Биыл бір айдан кейін Бахар мен Тимурдың 25 жылдығы, отасқандарына 25 жылдығы болайын деп жатыр деп үлкен торт және бетінде Бахар мен Тимурдың суреті тұр еді. Сол кезде Тимур мен Бахарға да сөз кезегін берейік деп Небра ханым айтады, екеуі сөз сөйлейді. Сол кезде Тимур айтады, маған 25 жыл ғажап өмір, жақсы өмір, керемет өмір сыйлағаныңа көп рахмет, менің жұбайым деп осы кімге? Бахарға айтады. Және Бахар оған ала көзімен қарап Тимурға айтады, сен телефонға қара, мен саған сообщение жібердім дейді. Тимур сол кезде телефонға қарап қалса, рентген екеуінің сүйісіп тұрғанын көріп қалады. Және ол аң-таң болады. Және тағы да сөз сөйлейді Бахар, барлықтарыңызға көп рахмет, мен енді Тимурмен ажыраспақшымын және ажырасамын дейді де Тимурдың басын тортқа тығып жібереді. Бірақ өзі де білмейді, өзі де таң қалады. Және Тимурдың құлағына қайтадан айтады, мен Парла туралы бәрін білемін дейді. Сол кезде Тимур одан сайын таң қалады. Ал Небра ханым болса ана жерде шокта болып жатады. Дәл сол кезде осы кімге? Бахарға біреу звондайды, Әзиз Ораз баласы звондайды. Яғни Парла мен Омай екеуі төбелесіп, Парла больницаға кетіп бара жатыр дейді. Дереу Бахар жиналып больницаға барады. Больницаға барса, баласы және Парланы алып кеткен екен. Тексеріп көріп еді, шамалы саусақтар сынған бар, рентгенге түсіреді деп жатқан. Сол жерде
кішігірім шамалы ұрыс болады. Сол кезде рентген де келеді. Рентген оның қолын сынғанын көріп бахарға Омайға айғайлайды: Омай, сен менің қызыма не істедің, қолын сындырдың ғой, анау мынау деп айғайлап жатқан кезде бахар дәл алдынан шығып: сен кімге не білесің деп тұрсың, ол өзінің кінәсін біледі, анау да мынау деп біраз екеуі сөзге келісіп қалады. Одан кейін Омай мен кім екеуі кетіп қалады. Омай мен Азиз Ораз екеуі кетіп қалады больницадан шығып. Ал сол жерде Тимур және бахар, рентген үшеуі сөйлеседі. Үшеуі сөйлесіп тұрған кезде айтып қалады: мен Парла туралы білемін дейді. Және рентген көзі бақырайып шарасынан шығып кетердей болып ойланып қалады. Сол кезде біраз ұрысады сол жерде. Сендердің кесірлеріңнен, бахар айтады, сендердің кесірлеріңнен бейкүнә балалар зардап шекпеуі керек. Сендердің екеуінің қателерінің кесірлерінен не үшін балалар зардап шегеді дейді. Кетіп қалады. Негізі бахар деген ше ақылды әйел ше. Ал ана рентген деген әншейін білмеймін енді. Сонымен рентген кетіп қалады. Одан кейін Эврен мен Джейла, жаңағы қыздың аты Джейла екен, ол бала кездегі махаббат детдомда екеуі бір-біріне ғашық болған екен. Екеуі шамалы сөйлеседі. Больница одан кейін Невра мен Тимур екеуі де сөйлеседі. Тимур Невра кімге Тимурға айғайлап жатады анасы: осы анасы мен қызы келгелі біздің басымызға бәле болды. Екеуі ақ менің жаныма тиіп бітті. Екеуің қарғысатсың анау мынау деп айтып жатқан кезде Тимур айтады: Парла менің қызым дейді, сенің немерең дейді. Ал Невра болса айғайлап: сен не үшін қайта осы қателікті жасай бересің? Бахарда да сен екіқабат болған жоқсың ба? Енді рентгенде де сен аяғың ауыр болдың ба? Не үшін балам, не үшін қайта бұл қателікті жасайсың сен деп оған айғайлайды. Одан кейін Тимур балалардан кешірім сұрайды. Омай әкесіне жынданады және қылқаламды береді де айтады: маған енді әке керек жоқ, мына қылқаламды өзіңнің сүйікті қызыңа бер деп кисточканы беріп кетеді. Одан кейін бүгінгі серия аяқталады. Бүгінгі серия өте керемет болды. Шарықтау шегі десек те болады. Қызық болып жатыр. Аяғы не болатынын мен де асыға күтудемін. Егер де ұнаса лайк басып комментарий жазып кетіңіздер.